Қайырлы күн, достар. Тарих мектебі каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге келесі кезекті темір дәуірінде өмір сүрген атақты тайпамыз сарматтар туралы әңгімелейміз. Сарматтар біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші және біздің заманымыздан бұрынғы 5-ші ғасырлар аралығында өмір сүрген. Неге экранда сіздерге 3-ші ғасырға дейін деп көрсетіп тұр? Өйткені осы уақыт аралығында сарматтардың атауы савроматтар деп аталады. Тек біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырдан бастап сармат атауы кездеседі де, сарматтар күшейіп, басқа тайпаларға үстемдік жасай бастайды. Батыс Қазақстан жеріндегі мекен еткен сарматтар ең алғаш темір дәуірінде массагет тайпаларымен, оның көршілес тайпалары Исидон, Аргипей, Аримаспылармен бірге тарихта атала бастайды да, кейінгі тарихта олардың атауы Қаңлы, Үйсін, Ғұн тайпаларының атауында кездеседі. Сонда ең алғашқы ерте темір дәуірінде олар савроматтар деп аталса, кейінгі темір дәуірде сарматтар деп өзгертіледі. Олардың территориясы Қазақстанның батыс өлкесін, оңтүстік Орал алқаптарын, Тобыл, Орал, Жем өзендері мен солтүстік Каспий маңына дейінгі, Мұғалжар тауынан Дон өзеніне дейінгі аумақты қамтиды. Олардың саяси тарихында біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші, 2-ші ғасырларда халық саны 20 мың болған деп келіседі. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші және 1-ші ғасырларда олардың саны 10 мыңға азаяды. Ал біздің заманымыздан 1-ші ғасыр мен біздің заманымыздың 1-ші ғасыр аралығында тіпті кемі 5-7 мың адам болған деген дерек бар. Адам санының күрт азаюының ғалымдар ұзақ жылдарға созылған қатты қуаңшылықпен байланыстырады. Сармат тайпаларының рулары басқа отырықшы руларға қосылуға мәжбүр болды деп есептейді екен. Олардың саяси тарихында өте мықты ауыр сауыт киген найзалы сармат атты әскери полкы болған. Грек-рим деректерінде сарматтарды соғыс құдайы Арестің ұрпақтары деп санаған. Тіпті Рим легионында 8 мың сармат жасағы әскери қызмет еткен деседі. Өйткені олардың ең ауыр найзалы сармат атты әскер полкын катафрактари деп атаған екен. Тіпті ежелгі Рим тарихын оқысаңыздар, осы катафрактари туралы жеке мәліметтер беріледі. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырдан бастап сарматтар Қара теңіз жағалауындағы скифтерге қарсы соғыс бастайды. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырда Батыс Қазақстан жеріне келіп жеткен дейді. Біздің заманымыздың 4-ші ғасырында сарматтар ғұндардың құрамына қосылып, батысқа қарай қоныс аударған делінеді. Енді олардың қоғамдық құрылысына келетін болсақ, сарматтарда ең алғашқы жоғары билік патшаның қолында болды. Өйткені патша тұрақтылықтың кепілі болып есептелсе, әскери қолбасшыларға сүйеніп, саяси, әскери, діни, сот билігін жеке иеленді. Екінші қоғамда әскербасылар тұрды. Олар ішкі және сыртқы мәселелерді шешіп, ал тайпа көсемдері өзіне бағынатын тайпаның жерінің, діни ұғымдарының, кеңесінің басшысы болып есептелген екен. Онымен бірге әрине міндетті түрде жоғарғы сатыда шонжарлар, абыздар, салтатты жауынгерлер кіретін болса, төменгі сатыға малшылар, қызметшілер, құлдар кірді. Сармат қоғамының сипаты монархиялық жүйеде болды. Әсіресе әскери демократиялық бағытта еркек пен әйелдің тең құқылы саналып, рулық тайпалық құрылым орын алған еді. Енді сарматтар туралы ең алғашқы деректі үлкен Плиний мен Полибий қалдырады. Олар грек-рим тарихшылары
қалдырған деректері бойынша савроматтар скиф тіліне өте жақын тілде сөйлеген деседі. Қауымдағы әйелдер мен ерлер тең саналып, Дах, Массагет, Исседондармен туыстас келген деп көрсеткен екен. Сармат қоғамында әйелдердің мәртебесі жоғары болып, ерлермен тең құқылы болғандығын жазады. Олардың әйелдері садақ атады, найза лақтырады, аттың үстінде жүреді. Күйеулерімен бірге аңға шығады, шайқастарға қатысып, ерлермен бірдей киінеді деп көрсеткен екен. Келесі грек тарихшысы Геродот, ол амазонкалар туралы жазады. Ең алғаш амазонкалар Меот теңізінде Кремнамға жеткен, кейін амазонкалар бір елді мекенге барып, скифтердің елін тонай бастайды. Осыдан кейін сармат әйелдері басқаша тіршілік етті деп көрсеткен екен. Геродоттың сипаттауы бойынша тіпті некеге байланысты олар мынандай қағидалар ұстайды. Жауын өлтірмей тұрып, бірде-бір қыз тұрмысқа шықпаған деп жазу келтірген екен. Сонымен бірге, бұл жерде де ерлермен бірге аңға шығып, ерлер соғысқа қатысады, ерлермен бірдей киінеді деп көрсетті. Келесі жазушымыз Диодор, ол сарматтардың скифтердің жерін күшпен иемденіп, халқын қырғынға ұшыратты деп көрсеткен екен. Ал атақты Страбон болса, сақтар мен савроматтар жайылым таңдап көшіп жүрген дейді. Савроматтар арбаға орнатылған үйлерде тұрды. Олардың құрамында Аарос, Сирак тайпалары болғандығын жазған. Ал Қытай деректері де осы Аарос, Абзой тайпалары деп атап кеткен. Мысалы, қаңлылар туралы жазған деректерінде былай деп көрсетеді. Қаңлылардың солтүстік батысында шамамен 2000-дей қашықтықта Абзой немесе Аарос елі тұрады. Бір елдің 100 мыңнан аса сақшысы бар, және оларды оқшы деп те атайды. Әдет ғұрыптары қаңлылармен ұқсас болып келсе, бұл елдің 100 мыңнан астам оқшысы кездеседі. Олар Телегей теңізге тақау орналасқан, тіпті оны солтүстік теңіз деп те атауы мүмкін деп атайды. Ал енді осы тайпалардың барлық деректерін жинақтай келе, сармат тайпалары мынандай топтары бар. Роксолан, Алан, Сирак, Дай, Апаридар және Герканилер деп атайды. Олардың әрқайсысына жеке тоқтап кетсек, Роксоландар біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші ғасырда Мидия шекарасын мекендеген. Аландар Арал теңізінің солтүстігін біздің заманымыздың 1-ші ғасырында күшейіп басқарған. Дайлар, Дах деп атайтын тайпалар туралы Геродот пен Парсы патшасы Ксеркстің жазбаларында кездестіруге болады. Ол жерде олар Арал, Каспий теңізі аралығын мекендеген деп көрсетеді. Ал Апаридар тайпасы біздің заманымыздан бұрынғы 248-247 жылдары Дайдың Апари тайпасынан шыққан Арсақ, Парфияның үлкен бөлігін Герканиямен шектес аймақтарын басып алған. Аршакиттер әулетінің негізін қалаған деп көрсетеді. Геркан Каспий теңізінің ескі атауы. Сол үшін де оның жағалауын мекендеген тайпаларды Каспийлер немесе Герканилер деп атаған екен. Келесі видеода сарматтардың шаруашылығы, мәдениеті, ескерткіші туралы айтылатын болады. Видеоны жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, подписация етіп қойыңыз.